қаламыз бойынша, Түркістан облысы бойынша жалғыз асауға әкесі мен баласы деген біз ғана. Бізді шықпеп ұрған шабалақтарымыз естілмей жатыр. Ой, бәрекелді. Ал, шуда жекжат ағайындар алмысын, той дегенде қуанамыз, шаттанамыз бармысын. Ассалаумағалейкум деп бастайық. Бүгінгі кереметтей Бағила ханымның құда жекжаттары, ағайын туған туыстары, жора жолдастары, құрбы құрдастары, саналы түрде отырған, құлауы түспеген құда-құдағиларымыз бармысын дегіміз келеді. Осы да бармысаңыздар бар екендіктеріңізді білдіріп, көрегендіктеріңізді көрсетіп, бір мысал танытып, қошеметтеп қойсаңыздар, той құтты болсын ағайындар. Ой, берекелді. Рас айтасың екен, тәттілігін жаңғақтың дәнегінен байқарсың. Ықыластың жақсылығын сәлемнен байқарсың десе, ең әуелі сіздерменен сәлемдесіп алғанды жөн көрдік. Ассалаумағалейкум, ақ сақалды аталары, ақ жаулықты аналары, асқарды ағалары, қасиетті құлалары, күлімдеген жеңгейлер, жүгіріп жүрген жездейлер, әрине толғырған қыздар. Сәлем берген саулық алады, сәлем алған қызығын көреді демекші, сәлем бердік сіздерге, басымыз жерге тиген жағайын. Бәрекелді, қазақта жақсы бір қанат сөз бар ғой, ат алсаң асады, тон алсаң тозады. Оқу, білім, ғылым еш уақытта азбайды да тозбайды да. Бұны айтып отырған себебім осындай салиқалы да, сапалы да, саналы да, қызыға да, қызғана да қарайтын бүгінгі ат шаптырып той беріп жатқан ізбасовтар әулетіне ду от шапалақтады.